Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге капустадан жасалатын чимчи салатының рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Алдымен капустамызды кіші бөлшектерге бөліп аламыз. Мен кәдімгі ақ капустаны пайдаландым. Сіздер пекиндік капустаны пайдалансаңыздар болады. Дәл осылай видеодағыдай кіші бөлшектерге бөліп аламыз. Және капустамыздағы қатты жерлердің барлығын кесіп алып тастаймыз. Капустаны дәл осылай видеодағыдай өте кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Мен бұл салатты дайындау үшін 2 капустаны дәл осылай бөліп шықтым. Енді туралған капусталарымызды осындай шұңқыр ыдысқа тәктеп шығамыз. Және капусталарымыздың арасын осылай қолымызбен ашып орналастырып шығамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің каналымнан кез келген өздеріңізге қажетті рецепті таба аласыздар. Капустамыздың барлығын дәл осылай тәктеп шықтық. Енді суын дайындайтын боламыз. Суымыз жылы болуы қажет. Жылы суымыздың үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Кішкене ғана тұзын басымдау қылып, капустамызды басып тұратындай етіп, суымызды құйып шығамыз. Суымыз ыстық болмау қажет. Ыстық болған жағдайда капусталарымыз пісіп қалуы мүмкін. Дәл осылай бетіне тарелканы қойған кезде суы сыртына шығып, капустамызды түгелмен жауып тұру қажет. Тарелкамызды қойғаннан кейін үстін ауыр затпен басып 2 тәулікке салқын жерде қалдырамыз. Менде капуста 2 тәулік бойы тұрды. Енді капустамызды судан шығарып, осындай үлкен табамызға барлығын суынан сырғытып салып аламыз. Мінекей капустамызды салып алдық. Енді суын дайындайтын боламыз. Суымыз ыстық болмауы қажет. Жылы суымыздың үстіне дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң біз қысқарына банка жапқан болатынбыз. Бұның ішінде тәтті бұрыш, ащы бұрыш және чеснок бар. Осының барлығын блендерден өткізіп, дәл осылай суымызға араластырамыз. Енді капустамыздағы бірігіп қалған жерлердің барлығын дәл осылай қолымызбен ашып шығамыз. Енді суымызды үстіне құйып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жылы су құюымыз қажет, ыстық болмау қажет. Егер де сіздер бұндай банка жаппаған болсаңыздар, 2 штук тәтті бұрышқа 1 штук ащы бұрышты және 1 чеснокты салып, блендердан езіп қоса бересіздер. Мінекей енді шұңқыр ыдысымызға салып, тағы да 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып, немесе салқын жерге қалдырамыз. Осы кезде біздің салатымызға дәмдеуіштер сіңіп, өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Капустамыздың барлығын сумен бірге құйып аламыз да, үстіне тарелкамызды бастырып, оның үстінен ауыр затпен бастырып, салқын жерге қойып қоямыз. Мінекей менде 5-6 сағат тұрды. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шықты. Менің отбасыма өте қатты ұнайды. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ас болсын.